Ассалаумағалейкум қазақ боксының жанкүйерлері. Европаның Сербия мемлекетінде Қазақстан құрамасының кадеттер командасы өте сәтті өнер көрсетті. 2008 және 2009 жылы туылған жасөспірімдеріміз 7 алтын медаль жеңіп, командалық есепте бірінші орынға көтерілді. Қазақстан құрамасының аға бапкері Оспанов Мақсат баптап барған жас боксшыларымыз бас аяғы 18 жүлдеге ие болды. 11 мемлекеттің басын қосқан халықаралық турнир біздің боксшыларымыз үшін үлкен тәжірибе болғаны анық. Бұл жарысқа Қазақстан чемпиондары мен екінші және үшінші нөмірлі боксшылар да өздерінің деңгейлерін тексере отыра тәжірибелерін арттырып келді. 18 боксшының 11-і ақтық бәсекеге шыққан болатын. Оның ішінде 7 боксшымыз қарсылас келтірмей алтын медаль жеңіп алса, 4 боксшымыз турнирдің күміс жүлдегері атанды. Ал 7 боксшымыз қола медальға қанағаттанған екен. Және де турнирдің ең үздік боксшысы ретінде 63 келі салмақ дәрежесінде чемпион атанған Қуанышұлы Жанарбек есімді боксшы. Ал турнирде ең үздік техникасы үшін 46 келі салмақ дәрежесінде күміс жүлдегер атанған Маратов Ерасыл марапатталды. Қазақстан командасын командалық есепте бірінші орынға шығарған аға бапкер Мақсат Оспанов турнирдің ең үздік бапкері деген марапатқа ие болды. Бұл 15-16 жасар Қазақстан командасы ары қарай өздерінің жорықтарын Әзербайжан астанасы Бакуде өтетін Гейдар-Алиевтің турниріне аттанатын болады. Осы жылы Азия балалары атты Якутияда өтетін үлкен халықаралық турнирге қатысады. Бірнеше спорттың басын құраған Азия балалары турнирі Азия ойындарына тең десек те болады. Одан кейін жаздың аяқ жағына таман Абу-Дабиде өтетін ресми Азия біріншілігіне аттанатын болады. Жас боксшыларды жеңістерімен құттықтаймыз. Алдағы уақытта осылардың арасынан бірнеше әлем чемпиондары, олимпиада чемпиондары шығатынына сеніммен қараймыз. Қазақ бокс жасасын. Баршаңызға сәттілік.